болса, мен бірінші уақытты алмай сөз тізгінін Қабдулла Жадыра Жүзбайқызына берсем деп отырмын. Талқыланатын сұрақ, бірінші сұрақ ол есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету мамандығы бойынша кәсіби құзыреттіліктерді қашықтықтан игеру. Дистанционное освоение профессиональных компетенций на примере специальности вычислительная техника и программное обеспечение. Жадыра Жүзбайқызы, сөз тізгіні өзіңізде. Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер. Мен есептеу техникасы және бағдарламамен қамтамасыз ету мамандығының арнайы пәндер оқытушысы Қабдулла Жадыра Жүзбайқызы. Кәсіби құзыреттілікті қашықтықтан игеруді есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету мамандығы бойынша модуль электронды платформасында жүзеге асырудамын. Оқу үрдісінің сапалы жүзеге асырылуының негізгі шарттарының бірі оның оқу әдістемелік дидактикалық материалдармен қамтамасыз етілуі. Бұл мамандыққа арналған, яғни мамандықтың студенттері үшін талап коммерциялық емес акционерлік қоғамның сайтында жарияланған оқу құралдары мен әдебиеттерін және өзінің жұмыс дәптерімді қолдана отырып жүзеге асырудамын. Суретке қарап отырсаңыздар, мынау бірінші, екінші кітап оқу әдістемелік кешен талап сайтынан алынған. Келесі сурет мен оқу әдістемелік кешенімді, өзімнің жеке оқу әдістемелік кешенім. Сондай-ақ оқу әдістемелік бірлестікпен бірлесіп жұмыс жасап, құзыреттілік тәсілдеме бойынша арнайы бейне сабақтар, бейне дәрістер, жұмыс дәптерімді холдинг облыстық әдістемелік орталықтың сайттарында жариялау арқылы тәжірибе алмасып таратудамын. Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету мамандығын 3-ші курс студенттері үшін өндірістік оқытуды модуль электронды платформасы арқылы жүзеге асырудамын. Өндірістік оқытуға арнайы жұмыс дәптері әзірленіп, платформаға салынды. Мынау бірінші гиперсілтеме арқылы топ студенттер жұмыс дәптерін көшіре алады және сол жұмыс дәптерінде күнделікті орындайтын жаңағы практикалық жұмыстары салынған. Осы жұмыс дәптері арқылы студенттер күнделікті берілген тапсырманы орындап отырады. Түсінбеген сұрақтары болса, WhatsApp, Zoom қосымшалары арқылы кеңес алады. Тапсырманы орындап болған соң, білім алушылар кері байланысты жүзеге асырады. Кері байланысқа тапсырма соңында бақылау сұрақтары салынады. Кері байланысты студент Word мәтіндік редакторына жазып, платформаға байлау арқылы жібере алады, және платформаның өзінің редакторында жауап беріп жібере алады. Студенттердің жіберген жауаптарына байланысты бағасы қойылады. Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету мамандығының 3-ші курс студенттері сәуірдің 8-ші жұлдызында курстық жоба Zoom қосымшасы арқылы қорғады. Курстық жобаны қорғау келесі алгоритм бойынша жүзеге асырылды. Ол бірінші топ студенттері мен комиссия мүшелері Zoom қосымшасына қосылды. Студенттер курстық жұмыстың теориялық нұсқасын колледж почтасына жіберді. Zoom қосымшасының демонстрация экраны функциясы арқылы студенттер курстық жобаның бағдарламасын қорғады. Студенттерге бағдарлама бойынша сұрақтар қойылып, жауаптар алынды. Ең соңында студенттердің жұмысы бағаланды. Осымен менің баяндамам аяқталды. Назар салып тыңдағандарыңызға рахмет. Үлкен рахмет, Жадыра Жүзбайқызы. Жалпы сұрақтарыңыз болса, жаңағыда тәжірибемен бөлісеміз деген ниеттеріңіз болса, біз сіздерден бір нәрсе алатын болсақ, біздің жаңағы электрондық поштамыз, жаңағы сілтемелеріміз тұр, содан алып хабарласуға болады. Бірігіп көтерген жүк жеңіл дегендей, бәріміз бірігіп осы жұмысты бүгін атқарып жатырмыз ғой. Олай болса, уақыттың тығыздығына байланысты екінші сұраққа көшейік. Екінші сұрақ бізде ол тәрбие жұмысына байланысты. Енді биыл өзіміздің Әл-Фараби ғұламамыздың 1150 жылдығын тойлаудамыз. Сол кісінің тәрбие жөнінде бір керемет сөзі бар. Тәрбиесіз берілген білім адамзаттың қас жауы деген. Сондықтан да сонымен қаншама қыруар жұмысты сіздермен біз бүгін атқарып жатырмыз. Соны бәріміз білеміз, жақсы. Соған қарамастан біздің ұстаздар сонымен қатар тәрбие жұмысында бірге алып жүр. Оңай болып жатқан жоқ, оны бәріміз жақсы білеміз, бірақ соған қарамастан бүкіл каналдан, ютубтан, фейсбуктан тек қана біздің колледж емес, басқа колледждарда үлкен жұмыс атқарып жатыр. Сондай жұмыстың бір шетімен біз сіздермен бөліссек деп отырмыз. Олай болса, Шолпан Советқызы, сөз тізгіні сізде.
воспитательная онлайн-работа или педагогико-психологическое консультативное сопровождение учебного процесса в условиях дистанционного обучения. Пожалуйста. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Я являюсь заместителем руководителя по научно-воспитательной работе Жезганского индустриально-гуманитарного колледжа. Параллельно в формате ДОТ воспитательная деятельность Жезганского индустриально-гуманитарного колледжа также продолжает свою работу и сейчас во время карантинного режима, введенным президентом нашей страны. Цель дистанционного обучения – это создание благоприятных условий для социализации, развитие творческих способностей и возможностей обучающихся с применением современных образовательных технологий в условиях перехода на дистанционное обучение в связи с невозможностью посещать учебные заведения. Формирование умений, навыков использования электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в образовательном процессе. Воспитание чувства патриотизма, любви и уважения к родине, обычаям и традициям. Если сказать, что для учителей Казахстана школ было отведено достаточно времени для подготовки и проведения дистанционного обучения учащихся на время школьных каникул, то наш колледж сразу же перешел на формат дистанционного обучения с 16 марта текущего года. На первом плане были небольшие сложности как со студентами, так и с их родителями в период дистанционного обучения. На этот случай наши преподаватели стали использовать электронную почту и WhatsApp для того, чтобы помочь студентам при освоении дистанционного обучения. Мы создавали чаты по группам, также по преподавательным дисциплинам, создавали чаты для родителей, чтобы родители могли контролировать обучение учащихся в домашних условиях и быть в курсе всех событий. Также администрации колледжа для родителей были предоставлены информационное письмо и объяснительные для родителей и студентов. В случае ненадлежащего контроля со стороны родителей и непосещения студентов на дистанционное обучение и невыполнение обратной связи на электронной платформе ДОТ. И также вот эти информационные письма и объяснительные, они могут отправлять на почту колледжа, которую вы видите здесь на презентации. Также, продолжая нашу работу в целях улучшения жизни студентов во время дистанционного обучения, Жезганским индустриально-гуманитарным колледжем организовывается и проводится ряд внеклассных мероприятий. Мы можем вам предложить среди них онлайн-конкурс среди студентов колледжа, в котором участвовали наши студенты. Мы можем показать некоторых из них. Это Мусин Мухаммед Расул, очень талантливый студент, увлекается поэзией казахстанских писателей и поэтов. Мардыко Юлия, студентка 3-го курса. Алтынхан Аслан, студент 1-го курса, увлекается произведениями зарубежных писателей. Также Кенишева Гулем, студентка 3-го курса. Находясь дома, студенты читают произведения известных поэтов на разных языках. И по итогам конкурса будут подведены итоги и определены лучшие выступающие. Вы можете с ними ознакомиться на страницах нашего колледжа в Инстаграме, на Ютубе они у нас есть, и также на Фейсбуке. Также 28 апреля 2020 года в Жезганском индустриально-гуманитарном колледже вместе с Центром социально-психологической правовой поддержки несовершеннолетних лиц «Шанс» города Жезгазган, директором которого является Турбекова Батима Джамбековна, был организован и проведен вебинар на тему «Ранняя беременность и ее последствия». На данном семинаре участвовали все студенты, девушки колледжа, также со своими кураторами. Продолжая работу, можно отметить, в преддверии майских праздников колледж подготовили и провели ряд мероприятий, посвященных 1 мая. Свои мероприятия кураторы проводили в электронной платформе Zoom. Также наряду с внеклассными работами наши и преподаватели тоже принимают участие во внеклассной работе. И хочется привести пример выступления преподавателя математики Ибраевой Ахуши Ибн Кызы, которая на страницах Инстаграм выступила
с поздравлением, она продемонстрировала произведение из собственного сочинения, посвященное 9 мая. Также преподаватель казахского языка и литературы Тюлинова Арайлым Жалалыкызы участвует на областном онлайн-конкурсе, посвященном 175-летию Абая Кунанбаева. Также ее выступление вы можете посмотреть на страницах Инстаграма, Фейсбук и Ютубе. И несмотря на все трудности, которые были на начальном этапе, которые испытали преподаватели колледжа, также и студенты, сейчас уже весь учебный воспитательный процесс колледжа проходит уже в налаженном формате. В Рязанском индустриальном гуманитарном колледже нет студентов, которые не могут подключиться к сети. Все преподаватели, студенты на 100% подключены к интернету. Лекции и задания проводятся ежедневно, и преподаватели контролируют ежедневную успеваемость и посещаемость каждого студента на онлайн-уроке. Вот все, что я хотела вкратце рассказать о нашей работе. Спасибо за внимание. Если есть вопросы, прошу. Султан сізге үлкен рахмет. Сұрақтарыңыз болса, Султан Совет қызына қоюларыңызға болады, пікірлеріңізбен бөлісуге болады. Бұл кісі біздің колледжда жаңағы тәрбие жұмысын атқарып жүрген кісі қазіргі уақытта. Султан Советовна, одно вам только замечание. Вы сказали, что только наш колледж 16 марта. В принципе, 16 марта все казахстанские колледжи перешли на дистанционное обучение. Вообще, наверное, нужно здесь сказать, наверное, что казахстанские наши колледжи вообще все молодцы, потому что если школе было дано время определенное, если высшее учебное заведение уже, в принципе, знакомо с дистанционным обучением, поскольку было отменено заочное обучение, то колледжи, конечно, для нас много чего было новым, но несмотря на это, я думаю, что все мы прекрасно сейчас осваиваем данную технологию. Соответственно, сізге үлкен рахмет. Біз ары қарай жалғастырсақ. Следующая вообще проблема, которая, наверное, возникла во всех колледжах, это преподавание дисциплины физическая культура и спорт. Потому что вообще сама дисциплина, вы знаете, что она проводится в режиме реального времени, большая часть времени, и поэтому именно эта дисциплина вызвала у многих, в частности у нас, ряд вопросов, с которыми мы сейчас в данное время успешно справляемся, и хотели бы из своего опыта поделиться дистанционным проведением дисциплины физическая культура. На эту тему выступит Хадыкина Альбина Валерьевна. Хадыкина Альбина Валерьевна, вы готовы, да? Здравствуйте. Да, мы готовы. Педагогики английский язык. Пожалуйста, вам слово. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Я хочу поделиться темой дистанционное проведение дисциплины физическая культура. Мое имя Хадыкина Альбина Валерьевна. Что представляет собой физическая культура сегодня? Это прежде всего практическая часть, теории уделяется совсем мало, всего лишь 6 часов. Дистанционная физическая культура выглядит несколько иначе. Она состоит в основном из видеокомплексов и теоретических знаний в совокупности с обратной связью, выполнением упражнений, ответы на вопросы теории и практики. Особую и первостепенную роль здесь начинает играть принцип сознательности, на котором обучающийся отвечает на вопросы «что», «зачем» и «почему». Обучающий дистанционно должен соблюдать все рекомендации составленного преподавателями комплекса. Сейчас я хочу вам немножечко продемонстрировать те комплексы, видеокомплексы, которые составляли наши преподаватели физической культуры Куржиков, Нурдаулетова и Келович. Обратите внимание, что все комплексы составлены на хорошо разработанной системе утренней гимнастики и производственной гимнастики. Мы пользовались современными технологиями, зум-конференциями. Здесь все упражнения направлены на то, чтобы была возможность и условия проводить их в ограниченном пространстве квартиры. Тогда существенно снижается риск травматизма из-за неправильного выполнения упражнений. Единственный минус — мы не можем сильно проконтролировать эти упражнения. И от таких упражнений, как бег, прыжки,
Игра в волейбол, баскетбол, конечно, придется отказаться. Теоретическая часть физической культуры дистанционно очень хорошо подтянулась. Мы освоили как бы вот из этих комплексов, которые мы предлагали, составление новых комплексов, и правила игры в волейбол, баскетбол, футбол, пионербол повторили и закрепили теоретические знания по основам здорового образа жизни. Ну, если взять как бы обратную связь, то хочется сказать, мы ее выполняли таким образом. Выполняли упражнения дети у нас. Кто по WhatsApp отправлял эти упражнения? Вот сейчас вы можете посмотреть демонстрацию экрана этих упражнений. Кто через Zoom-конференции. То есть дети предлагаемые упражнения нам как бы делали подтверждение видеосвязи, что они действительно выполнили. Ну, сейчас вы можете посмотреть небольшие составочки вот этих подтверждающих моих слов упражнений выполняемых. Так, ну, если как бы в целом подвести итог, то можно сказать, что мы ставили оценку за все выполняемые упражнения, плюс выполнение вопросов обратной связи и итоговое тестирование. За все это получалась оценка. Ну, хочется сказать однозначно один вывод. Конечно, дистанционную физическую культуру лучше проводить в режиме реального времени. Спасибо за внимание. Альбина Валерьевна, большое вам спасибо. Конечно, ваш вывод мы поняли, что физическую культуру и спорт надо проводить в режиме реального времени. В принципе, и, наверное, до этих дней осталось недолго. И далее ваши занятия, наверное, будут проходить в режиме тоже реального времени. Құрметті біздің әріптестер, құрметті ұстаздар, келесі сұраққа онда келесі біздің неге көшсек, арнайы пәндер бойынша сабақ жүргізу тәжірибесінен бұл жерде біз басқа мамандықты алдық, стандарттау, сертификаттау және метрология мамандығын біз дайындайтын болатынбыз. Сол мамандық бойынша қазір бізге өзінің арнайы пәндер сабағын қалай жүргізетінін Тоқманбет Айнұр Серікқызы көрсетсе, Айнұр Серікқызы, сөз тізгіні сізде, өзіңіздің тәжірибеңізбен бөліссеңіз. Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер. Мен стандарттау, метрология және сертификаттау мамандығы бойынша арнайы пәндер оқытушысы Тоқманбет Айнұр Серікқызы. Қазіргі таңда әлемде болып жатқан қашықтан білім технологиялары көмегімен оқытуға өтті. Осы тұста Жезқазған индустриалдық гуманитарлық колледжі Moodle білім платформасы арқылы оқытуда, сонымен қатар Zoom қосымшасы арқылы онлайн сабақтарды өткізілуде. Мысалы, тоқтап айта кететін болсақ, стандарттау, метрология және сертификаттау мамандығы бойынша оқу тәжірибесі жүріп жатыр. Бұл мамандық бойынша біз номері 72-ші бұйрық бойынша оқытылуда. 2018-2019 оқу жылынан бастап тәжірибелері бойынша жұмыс дәптерлері әзірленген болатын. Осыған орай бұл пәнінде сәйкесінше жұмыс дәптерінің көмегімен оқу тәжірибесі жүріп жатыр. Көріп отырғандарыңыздай, гиперсілтемеге пәнінен жұмыс дәптерін тапсырмалар көрсетемін, және сол тапсырма бойынша әр студент кері байланыс жасау қажет. Осы кері байланыс арқылы әр студентті жеке оценки сілтемесі арқылы бағалап кетеміз. Сонымен қатар, әрбір белгілі бір тақырыптарға қарымды оқу әдістемелік кешенін біріктіре отырып, Талап акционерлік қоғам сайтында жарияладым. Талап акционерлік қоғам сайтында осы тауартану пәнінен ет және еттен жасалған тағамдар тақырыбында видео сабақ түсіріліп, салынды, және сонымен қатар Семей қалалық метрология стандарттау және сертификатке жіберілді. Жезқазған индустриалдық гуманитарлық колледжіміздің YouTube каналы бар. Сол арнайы YouTube каналға да балаларға қолжетімді болу
осы немесе бұрын талқыланған тақырыпқа зор мүмкіндік береді. Сонымен қатар бұл формат тестілеу өткізуге және алған білімдерін бағалауға зор мүмкіндік жасайды. Осы процесстен жалпы әлем цифрлық технологияға көшті. Осы орайда қашықтықтан оқыту бізге, яғни білім ордасына өз жұмысын жүйелі тұрғыда жеткізуге өз септігін тигізеді деп сеніммен айта аламын. Рахмет. Осымен менің баяндамам аяқталды. Тыңдағандарыңызға үлкен рахмет. Айнұр Серікқызы, үлкен рахмет. Олай болса келесі сұраққа көшейік. Айнұр Серікқызы бүгін жақсы қарқын жұмыс істеп жатыр. Оны бүгін таңда Семей колледжімен де тығыз жұмыс істеудеміз. Соның бәрі дәлелі бүгінгі біздің жұмысымыз. Бұның барлығы Тоқмамбет Айнұр Серікқызының арқасында істеп жатқан жұмыс істеуге болады. Сондықтан да сізге үлкен рахмет. Олай болса, келесі сұраққа көшейік. Қашықтан білім беру технологияларын пайдалана отырып, оқу сабағын әзірлеу ерекшеліктері, особенности подготовки учебного занятия с использованием дистанционных образовательных технологий. Бұл баяндаманы жасайтын біздің колледжіміздің әдіскері, қазіргі уақытта Талап акционерлік қоғамының штаттан тыс тренері Клюбаев Данияр Ерғалиұлы. Сөз тізгіні өзіңізде. Рахмет, Марал Кіребаевна. Құрметті әріптестер, қайырлы күн барлықтарыңызға. Бүгінгі біздің вебинарымызға қош келдіңіздер. Енді біздің іс тәжірибемізге сәйкес қашықтықтан білім беру технологияларын пайдалана отырып, оқу сабағын әзірлеудің ерекшеліктеріне тоқтала кетсем. Жалпы қашықтықтан оқыту дегеніміз, ол қазіргі заман талабы. Қашықтықтан білім беру, ол интернет байланыс құралдарының көмегімен, яғни маңыздылығы интерактивтілік арқылы іске асырылатын оқу үрдісінің барлық компоненттері көрініс табатын білім алушы мен оқытушының арасындағы қашықтықтағы мақсатты өзара іс-әрекет болып табылады. Жалпы колледжімізде қашықтықтан білім беру технологияларын енгізумен қатар бізде қосарланған сабақтардың сабақ кестесін әзірлеуде келесідей модель қолданылып келеді. Бұл бізде сабақ 3 негізгі бөліктен тұрады. Бірінші бөлігі ол Қазақстан Республикасы білім және ғылым министрінің 1 сәуірдегі нөмірі 123 бұйрығымен бекітілген, ол 15 минут ұзақтықта болатын негізгі сабақ. Мұнда теориялық практикалық блок қарастырылса, одан кейін білім алушылардың өз бетінше жұмысына 20 минут уақыт қарастырылады. Және де қосарланған сабақтың қорытынды кезеңі бізде 15 минут уақыт игерілген білімді тексеруге арналады. Сондай-ақ біздің әр оқу сабағымыздың оқытушылар жүргізген кезде 3 кезеңнен бастан өткізеді. Оның біріншісі оқу сабағына дайындық, және де оқу сабағын жүргізу мен қорытындылау. Енді осы этаптарға толығырақ тоқталып кететін болсам, онда оқу сабағына дайындық кезеңі келесідей сатыларды қамтиды. Бұл құрылымдық элементтер оқу сабағындағы оқытушының іс-әрекетін көрсетеді деп есептейміз. Біріншіден, ол жұмыс оқу бағдарламасы мен келешектік тақырыптық жоспар бойынша сабақ тақырыбы мен мақсатын және міндеттерін айқындау. Бұл жерде сабақтың негізгі тақырыбы мен мақсаты өзгертусіз қалып, тек қана оның тәрбиелік, дамытушылық білім беру міндеттері ғана қашықтықтан білім беру шартына бейімдеген жөн. Одан кейінгісі сабақта қолданылатын оқу дидактикалық материалдарды жинастыру және іріктеу. Енді осыдан кейін оқу сабағына дайындықтың негізгі кезеңі ол бізде сабақ жоспарын әзірлеуден тұрады. Сабақ жоспарын әзірлеп алғаннан кейін біз осы әзірленген сабақ жоспарына сәйкес бейне сабақты, яғни презентацияны, бейне материалды әзірлеуге көшеміз. Және де осы әзірлеп болғаннан кейін оны видеохостингтерде, файл серверлерде жариялай отырып, біз кері байланыс құралдарын әзірлеуге көшеміз. Енді оқу сабағына толық дайындап болғаннан кейін бізде оқу сабағын жүргізу деген келесі кезең алдымыздан шығады. Бұл кезеңде негізгі біз 4 компонентке бөлдік. Біріншісі ол аудиториялық сабақтардағыдай кіріспе жұмыс, яғни ұйымдастыру сәті. Бұл жерде оқытушы білім алушылармен алдын ала қарым-қатынас регламентін орнату ұсынылады. Өйткені бізде уақыт көлемі шектеулі болғандықтан әрбір ақпарат уақыт бөлігін алмағаны дұрыс. Екінші компоненті ол платформада теориялық материалды ұсыну.
және де осы теориялық материалды ұсынғаннан кейін тақырыпты бекіту бойынша тұлғалық бағытталған тәсілдемені жүзеге асырған жөн. Бұл жерде білім алушылардың жеке және оқу қабілеттерін еске алу маңызды. Және де сабағымыздың қорытынды бөлігіне интерактивті құралдарды бақылауда ұстау. Яғни біздің барлық платформада чаттар жұмыс жасайды, сол чаттарды оқытушы мейлінше қадағалап отырғаны жөн. Енді оқу сабағының қорытындылау кезеңіне келетін болсақ, бұл жерде 3 маңызды компонентті атап кетуге болады. Біріншісі білім алушылармен кері байланысты жүзеге асыру, яғни кері байланыс үнемі 100% жүргізілуі тиіс. Одан кейін білім алушылардың оқу жетістігін бағалауда біз комментарийлер арқылы сүйемелдеп отырсақ, онда білім алушыларға өте пайдалы болатын еді. Одан кейінгі сабақ аяқталғаннан кейін сабақтың консультациялық сүйемелденуі. Әрбір оқытушы қашықтықтан білім беру шартында білім алушыларға жеке және топтық консультациялар жүргізуге әзір болуы тиіс деп есептейміз. Енді жалпы осы әдістемелік ұсынымдардың барлығы бізде Қарағанды облысы білім беру саласын дамыту бойынша оқу әдістемелік орталықтың сайтындағы әдістегерлер бөлімінде жарияланған болатын. Сол жерде толығырақ танысуларыңызға болады. Енді оқу материалының негізгі бөлігі ол бізде бейнеролик, презентация болып табылады. Осы презентацияны әзірлеуде, бейнематериалды әзірлеуде келесідей қарапайым ережелерді, нұсқауларды сіздерге ұсынғымыз келеді. Бұл жердегі мәтін қарпі қатан фигуралы қаріптерден тұрғаны дұрыс, өздеріңізге көрініп отырғандай. Одан кейінгісі маңызды ол техникалық мамандықтар үшін мәтіндегі формулалар кітаптардағыдай математикалық тілге сай ресімделуі. Онда ресімдеу стилі бізде фонымыз ашық, тыныштық күйдегі түстерге сәйкес келу керек. Одан кейін біздің жалпы бейнематериалымызда мынау білім алушылардың ойын, тақырыптан алаңдататын элементтердің барлығын қолданбаған жөн. Тек қана тақырыпты ашқан жөн. Енді әрі қарай уақыттың тығыздығына байланысты бірнеше біздің жұмысымыздың нәтижесі ол облыстық деңгейдегі оқу әдістемелік орталықтың сайтында бірқатар жұмыстарымыз жарияланған. Талап коммерциялық емес акционерлік қоғамының сайтында колледжіміздің іс тәжірибесі, мақалалар жарияланған болатын, және де колледж оқытушыларының барлық әзірленген оқу бейне материалдары YouTube каналында жарияланып отыр. Сайтта скриншот келтіріліп отырмын. Енді қорытындылай келе, қашықтықтан білім беру технологиялары ол бізде мүмкіндігінше аудиториялық сабаққа бағдарламаланғаны дұрыс. Онда білім алушылар мен оқытушылардың қарым-қатынасы жоғарғы деңгейде қамтамасыз етілуі тиіс, және де білім алушылардың өз бетінше оқуына, зерделеуіне мүмкіндігінше жағдай жасалуы тиіс деп есептейміз. Енді сөз кезегі Марал Кірбайна өзіңізге. Назарларыңызға рахмет. Данияр Галеевич, үлкен рахмет сізге. Жалпы бәрімізге керек мағлұмат болды деп ойлаймын. Жалпы Қазақстанда қашықтан оқыту жүйесін құруды және оның аймағын кеңейту қажеттігін бәріміз түсінген сияқтымыз негізінде. Жалпы енді біраз ақаулықтар болып жатыр, оны барлығымыз да білеміз. Ол жаңағы техника жағынан, жаңағы интернеттің жылдамдығы жағынан скорость деп жатырмыз. Оның барлығы енді көш жүре түзеледі дейді ғой, амандық болса оның барлығы біздің елімізде түзеледі деген сондай ойдамыз. Ол түзеледі. Әрине бүгінгі таңда қаншама істер атқарылып жатыр. Енді біздің жағымыздан әрине оны айта кетпесе болмайды. Бұл біліктілігі жоғары, кәсіби деңгейі дамыған, бәсекеге төзімді мамандар болуымыз қажет. Сол мақсатта біз әрине талмай, құрметті әріптестер, жұмыс істеуіміз керек сияқты. Енді сөз сөйлейін дейтіндер болса, уақытта аз қалды, 4 минут сөйлеулеріңізге болады. Сұрақтарыңызда немесе пікірлеріңізді айтуға болады. Құрметті вебинар қатысушылары, сұрақтарыңыз болса, микрофонды қосуларыңызға болады. Қайырлы күн, құрметті әріптестер. Марал Кірбайна. Оқу әдістемелік Қарағанды облысында білім беруді дамытудың оқу әдістемелік орталығы атынан сіздерге бүгін осындай ой бөліскендерім үшін, тәжірибемен бөліскендерім үшін алғысымызды білдіреміз.
Шыны керек енді біз облыс бойынша барлығымыз осы наурыз айынан бастап қашықтықтан оқыту жүйесі бойынша жұмыс жасап жатырмыз қазіргі жағдайларға байланысты. Оны барлықтарыңыз білесіздер. Бізде облыста 70 колледж болса, мемлекеттік және жеке меншік колледждер. Біздің техникалық және кәсіптік білім беруді дамытудың оқу әдістемелік орталығының әдіскерлері әрбір әдіскерде бізде 10 шақты колледжден әр әдіскер жұмыс жасап, әр колледжді сүйемелдеп келе жатыр. Осы қолдан келетін көмегімізді беріп, қадағалап, қандай жұмыс колледждердің қандай жұмыс жасалып жатқанын біз барлығымыз білеміз. Дегенмен, жаңа өз атымнан және біздің бөлімнің атынан, орталықтың атынан сіздерге айтар алғысым, осы 70 колледждің ішінен шыны керек алғаш болып, сіздер бүгінгі таңда осы облыста өз тәжірибелеріңізбен бөлісіп отырсыздар. Осыған үлкен алғысымды айтқым келеді. Және басқа да, міне бүгін көріп отырмыз, қаншама қатысушылар, колледж директорлары, колледж қызметкерлері қатысып отыр. Бүгін сіздер бір жақсы үлгі бердіңіздер деп ойлаймын. Және бір жақсы істің бастамасы шығар. Енді осы қолға алайын деп жүргеніңіз, әрбір колледж осылай тәжірибесімен бөліссе екен деген ойымыз болатын. Соны сіздер өз тараптарыңыздан бірінші болып шығып, міне бүгін осы жұмыс басталып кетті деп ойлаймын. Сондықтан үлкен сіздерге рахмет. Әрі қарай жұмыстарыңыз өрбей берсін. Осы ретте біз әрқашан дайынбыз сіздердің тәжірибелеріңізді көруге, ой бөлісуге. Бүгін жаңа Қарағанды облысы бойынша көптеген біздің әріптестеріміз жақсы бір тәжірибе, өздеріне қажетті дүние алды деген ойдамыз. Енді басқа да колледждерді осылай өздерінің тәжірибелерімен бөлісуге шақырамыз. Бізде енді негізі республика бойынша, біз аймақтар бойынша вебинарлар өтуде, оны көбісі білетін де шығар. Сәуір айында біз бердік, 16 сәуірде, енді осы мамыр айында тағы да болады. Сәуір айында болған вебинарда бізде Қарағанды жоғары политехникалық колледжі және Қарағанды кәсіптік техникалық колледжі өз тәжірибелерін республикаға көрсетті. Ал облыста осындай әр апта сайын әр колледж көрсетіп отырса, немесе күн сайын тіпті жақсы болушы еді. Үлкен рахмет, сіздерге сәттілік тілеймін. Рахмет, үлкен пікіріңізге үлкен рахмет. Жұмыла көтерген жүк жеңіл деген сияқты, енді барлығымыз осылай бірлесе жұмыс істейік. Облысымызды тек қана жақсы деңгейден, жақсы көрсеткіштермен көрсете білейік. Барлықтарыңызға көп рахмет. Қатысқан азамат пен азаматшыларға үлкен ризашылығымызды білдіреміз. Спасибо всем за внимание и за участие. И пусть поскорее эта пандемия закончится, и будем уже и воочию встречаться. Всем спасибо большое. Айнұр Ахатовна, Карагандинский технико-строительный колледж сіздің ұсынысыңыз бойынша бізде өз тәжірибемізбен